Bir ер адам пішіндес мотоцикл сатып алады. Ол үшін біреуді мотоциклдің дөңгелектерінің үстіне жатқызу жеткілікті. Кейін кілтті оның құлағына салсаң болды. Мотоцикл бірден іске қосылады. Bir күні әйел дүкенге бармақшы болады. Сол кезде күйеуі ұлынан мотоцикл болып беруін сұрайды. Бірақ күтпеген жерден ұлы кілтті тартып алды. Кеше мен мотоцикл болдым. Бүгін әкемнің кезегі дейді. Амалы қалмаған ер адам келісуге мәжбүр болады. Ол алдыңғы дөңгелекті екі қолмен ұстап, аяқтарын артқы дөңгелекке қояды. Ұлы дулыға киіп, бір аяғын көтеріп, мотоциклге оңай мінеді. Сосын кілтті алып, жайлап бұрайды. Бірақ мотоцикл іске қосылмайды. Мұны көрген әйел ұлына тағы бір рет байқап көруді айтады. Ұлы бірнеше рет қайталап көреді. Алайда мотоцикл әлі де қосылмайды. Үміті үзіліп бара жатқан ұлы тағы бір мәрте іске қосуға тырысады. Кенет мотоциклдің артқы жағынан сары түтін шығады. Әйел жиіркеніп, мұрнын жауып, тезірек алыстап кетеді. Ұлы артқа қызға қарап, әкесінің шалбарының сары түске боялғанын байқайды. Ол да бірден мұрнын басып алады. Түсіндіңіздер?